Сіздердің сұрауларыңыз бойынша қазір осы экспиральты платинум табиғи сіздерді 10 жасқа жасартатын осы керемет косметика туралы видео. Постоянно сұрайсыздар, қайсысы, қалай, не деп, Егер де сіздер кешкі уходтан бастайықшы, кешке қарай, міне, ең бірінші осы масланы аласыздар, мынандай дозаторы бар мінекей, осы масламен беттеріңізге жағып, құрғақ бетке жағасыздар. Жақсылап тұрып массаж жасап аласыздар. Дағы жылы су тигізсеңіздер беттеріңізге, кәдімгідей бүкіл пораларыңыздағы гряздардың, кремдердің, осы тоналканың бәрін қалдықтарын прям алып шығады, прям. Терінің бетіне қарай шығарады прям. Содан кейін смывать етесіздер дағы обязательно 2 рет мынамен жуасыздар. 2 рет кішкене ғана қолдарыңызға бір горошек алып, суға былай нетсеңіздер, кәдімгідей эмульсия бұл көпіреді, сонымен жуасыздар. Кешкі күтімді айтып жатырмын, қыздар. Содан кейін барып тоник, софнер, омолаживающий, осыны жағасыздар. Тоникті жағу міндетті түрде. Почему? Потому что көресіздер, даже мынамен жуып, порыйдың ішіндегін бәрін шығарып, смывать еткен өзінде, мынамен 2 рет жуғанның өзінде тониктің жұмысын көресіздер өздеріңіз. Ватный дискке тамызып, осымен тоникпен беттеріңізді сүртесіздер. Содан кейін сіздер, например, өзіңіздің пайдаланып жатқан осы ампульный концентраттарды пайдаланасыздар. Мен мысалға осы үшеуін пайдаланам. Бұл жерде қараңыздар, лифтинг, упругость, мінекей, кешкі уходқа пайдалансаңыздар болады лифтинг, упругостьті. Таңертеңгі уходқа қазір айтам, қайсысын жағу керек. И одан кейін неделю один раз, осы 1-2 раза неделю мынау чистка жасаған кезде осы бакучиолды пайдалансаңыздар болады, мінекей. Ал мынау сияние дегенді бұны таңертең пайдаланасыздар. Қазір кешкі күтімге мінекей лифтинг, упругость пайдалана беріңіздер, мінекей осылай кешкі күтім жалғастырамыз. Содан кейін ночной, сывороткадан кейін ночной кремді жағасыздар. Мен көздің айналасында әжімдерге тіпті көздің айналасындағы специальный кремі бар, но бірақ оны пайдаланбай-ақ, осының өзімен де күшті эффект алып жатырмын, мінекей, осы, міне қыздар. Кешкі күтімді айттық, Енді таңертеңгі күтім, содан кейін қараңыздар, былай болсын, Так, былай. Таңертең сразу масламен емес, осы умывалкамен жуасыздар. Осы эмульсиямен жуасыздар. Бір горошек алып жуасыздар, бір рет жусаңыздар жеткілікті. Содан кейін тоникпен сүртесіздер, мінекей. Содан кейін барып, мынау сияние деген концентратты жағасыздар. Осы ампульный концентрат, сыворотка ғой, сыворотка, осын жағасыздар. И содан кейін барып, күтпейсіздер арасын, сразу істейсіздер бәрін. Дневной крем жағасыздар, мінекей. Болды. Одан кейін үстіне уже жаңағы кушоңыз жақсаңыз да, тоналкаңыз жақсаңыз да болады уже, Мынаны жағып болғаннан кейін уже жаға бересіз, уже өзіңіздің косметикаңызды, тоналкаңызды, кушоңыңызды, пудраңызды өзіңіз білесіз, мінекей. Уходовый косметика осы. Сосын жаңа айтып өттім, мынау бакучиолды қалай пайдалану керек. Бізде аптасына 1 рет, 2 рет, қыздар. Егер беттеріңіз құрғақ комбинированный болса, то 1 рет можно. Ал егер беттеріңіз майлы болса, онда 2 рет пайдалануға болады. Бұл жерде мінекей менің көрсетіп отырғаным, қараңыздар, бұл маска для лица, криолифтинговая маска. Бұны патчи на все лицо деп те айтамыз біздер, Одан кейін полирующий эксфолиант. Мынау полировка жасайды бетіңізді, кәдімгідей өлі клеткаларыңызды оживлять етеді, Беттің кәдімгідей прям мынау вообще күшті, кәдімгі суперский, тазалайды, кәдімгі глубокий очищение жасайды. Мынаны очистка жасап аласыздар. Содан кейін очистка жасағаннан кейін осымен тоникпен сүртесіздер дағы осы бакучиолды жағып қоясыздар. Бұл аптасына 1 рет болатын нәрсе, мінекей мынау. Бакучиол вообще күшті, мынадан кейін кішкене успокаивать етеді, вообще суперский. Ал енді масканы тоже аптасына 1 рет, 2 рет пайдалануларға болады. Масканы пайдаланатын кезде холодильникке салып қойыңыздар, 10-15 минут холодильникте тұрсын. Содан кейін пайдаланасыздар. Сол кезде күшті эффект береді. Например, мынандай болады ғой, кейде бір таңертең кездесуге бару керек болады, таң атпай бір жерге бару керек болады. Бетіңіз ісіп тұрса, бетіңіз өзіңізге ұнамай тұрса, түріңіз ұнамай тұрса, осы криолифтинговая маска тез-тез сіздің бетіңізді қалпына келтіреді. Холодильникке қойып қоясыз, мен душқа түсерде обычно морозилке лақтырып кетемін, душтан шығамда сразу бетіме жағып аламын осын. Бұны смывать еткеннен кейін обязательно тоже тоникпен сүрту керек. Мына смывать еткеннен кейін тоникпен сүртесіздер. Содан кейін
уже мінекей сыворотка тоже бакучелді жақсаңыздар болады, тоже очень хорошо успокаивает. Мынау да кішкене не реакция береді. Міне осы екеуін пайдаланған кезде аптасына 1-2 рет пайдаланыңыздар, бакучелді обязательно пайдаланыңыздар, иә. Мен крем жақпаймын, например, бакучелдің өзі как крем сияқты вообще суперский. Өйткені аптасына 1-2 рет пайдаланамын осыларды. Ал мынау менің күнде пайдаланатындарым мінекей. Қазірдің өзінде мен, например, қазір тоже өзім бетіме чистка жасадым. Міне, бакучелді ғана жақтым болды.